Ораза дұғасы, сәрезі және ауызашар дұғалары. Мұсылмандар Рамазан айынан асыға күтеді. Мұсылман жұртшылығының үшінші парызы ораза ұстау. Ауыз бекіткен адам тамақтан ғана емес, бар жамандықтан тыйылып, рухани кемелдене түседі. Ораза жайлы сәресі кезінде сонымен қатар ауызашар уақытта болған арнайы дұғалар жайлы біле отырыңыздар. Менің керек арнама тіркеліп, лайк басып, қоңырау жанын басып кетіңіздер. Керекті көптеп видеолар салып отырамын. Ораза жайында. Ораза мұсылманның 5 парызының бірі. Рамазан айы келісімен ислам дінін ұстанушылар таң атқаннан күн батқанға дейін өзін астан тежейді. Сондай-ақ оразаны бұзатын амалдардан аулақ жүреді. Ораза уақыты таң намазы кірген сәттен басталып күн батқанға дейін жалғасады. Құранда Аллах тағала былай дейді: «Ей иман еткендер, сендерге бұрынғыларға парыз етілгендей ораза парыз етіледі». Ислам 5 нәрседен тұрады: Аллахтан басқа Құдай жоқ екенін, Мұхаммедтің Аллахтың құлы және елшісі екенін куәлік ету, намаз оқу, зекет беру, Рамазан оразасын ұстау, шамасы келгендерге қажылыққа бару. Ораза ұстайтын адам міндетті түрде мұсылман және балиғат жасына толған болуы шарт. Жолаушылар мен науқас адамдарға ораза парыз емес. Ораза ұстау ережелері. Имам ең маңызды сұрақтарға жауап береді. Құранда олар жөнінде былай дейді: ораза санаулы күндерде кімде-кім науқастанса яки жолаушы болса, басқа күндері өтесін. Кәрілік жасқа келіп, ораза ұстауға шамалары келмеген жандарға ораза парыз емес. Сонымен қатар хайыз, нифас кезіндегі әйелдер өзі немесе баласына зиян тию ықтимал екіқабат әйелдер мен бала емізген әйелдерге де парыз емес. Кәрі адамдар ораза орнына фидия береді. Олар оразаның қазасын да өтемейді. Жолаушыға келсек, ол 90 шақырымнан аса жерге жолаушылап шықса, жолаушы саналып, ораза ұстамауына рұқсат. Бірақ кейін ұстамаған күндерін қазасын өтейді. Сәресінде оқылатын дұға. Таңертеңнен кешке дейін Алланың разылығы үшін Рамазан айының оразасын ұстауға ниет еттім. Ауызашар кезінде оқылатын дұға. Оразада ниет маңызды. Ниетсіз басқа мақсатпен арықтау, тағы басқа ауыз бекіту бекершілікпен тең. Бұл орайда ауызашар кезінде және ауыз бекіту кезінде оқылатын дұғаларды біле жүріңіз. Ауызашарда оқылатын дұға. Аллахым, сенің разылығың үшін ораза ұстадым. Сенің берген ризығыңмен аузымды аштым. Саған иман етіп, саған тәуекел жасадым. Рамазан айының ертең күніне де ауыз бекітуге ниет еттім. Сен менің өткен және келешек кінәларымды кешіре көр. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Тіркеліп, лайк басып, қоңырау шалын басып кетіңіздер. Оразаларыңыз қабыл болсын.